ma'dataka ma la tutiqu. Ашқазаныңа, құрсағың көтер албай тұрған нәрсені сала бербе. Тақтап айтқанда, тойғондан ашықша жебе. Бұл дағы жаңағы 40 000 сөздің арасынан таңдалған сөздер. Бізде ашықша жаман неді? Жақсы тамақ қалғыча жаман құрсақ жарысын жу болбойт ар нәрселер. Көп тамақ жеу әлбетте инсанды жоқ қылады. Пайғамбар алейхиссалам хадисі бар да: "Иннама халака ман халака қаблакум би арбаа". Сіздерден алдыңғы инсандар 4 нәрсе себептен жоқ болып, алар өте бір жаман ахвалда қалышты дейді. Алардың біреусі ошол бифудули таам дейді. Тамақты көп жегендіктен анан алардын ахвалдары өте бір жаман ахвалга болду. Же болбосо бифудулил манам, уйкунун көп болгондугу себептен. Же болбосо бифудулил калам, сөздүн керексиз сөздөрдүн көп болгон себептен дейді. Ошон үчүн албетте көп тамак жештик бул жакшы эмес экен. Бул жанагы 40 000 сөздүн арасынан тандалган сөздөрдүн бирөөсү дагы ла тухамил мa'dataka ma la tutiqu bihi. Не курсагың көтөрө албай турган нерсени курсагыңа сала бербе. Тактап айтканда тойгондун үстүнө эч качан жебегин.